Бәріне сәлем, сіздермен бірге BI Академия және де мен Маржан. Бүгін курста біз HTML тізімдерді әрлеуді және рәсімдеуді айтамыз. Сіздер HTML курсынан тізімдер жайлы ақпарат алғансыздар және оның HTML түзетулерінің қалай жазылатынын білесіздер. Ал бүгінгі сабақта біз тек тізімдерді CSS-те әрлейміз және де рәсімдейміз. Ол үшін CSS папкасынан индекс парақшасына біз жаңадан тақырыпша енгізем. Тақырыпша P деген тақырыпша абзац енгіземіз. P және онда біз style идентификаторын енгіземіз. Сол style идентификаторына 5 тізім болады. Styles және styles идентификаторының ішіне 5 тізім, 5 элементті тізім енгіземіз. Тізім бір деп жазайық. Осы сияқты 5 тізім енгіземіз. Екі, үш, төрт және 5. Осыны енді браузерде тексеріп көрейік. Google Chrome браузерінде тексеріп көреміз. Байқағаныңыздай біздің 5 тізім мұнда шығып тұр. Енді бұл тізімді әрлеу үшін CSS-те әрлейміз. Ол үшін алдымен мұнда styles идентификаторын ашып, бірінші түсін таңдаймыз. Сіздер алдыңғы сабақта өткенде түсін латын әріппен жазсақ болады, немесе кодпен жазсаңыз болады. Сақтап тексерейік. Байқағаныңыздай біздің тізімнің түсі аққа ауысты. Тізімде мұндай алдында домалақ тұр белгісі ретінде. Оны біз кеңірек ауыстырамыз. Бірінші шрифтін таңдайық. Жазылған мәтін тізіміміздің фонт фамилимен. Бізде дәл қазір ондағы шрифт Times New Roman беріп тұрда. Оны біз роботтамен мәтіндегі текстпен ауыстырамыз. Және енді біз тізімнің типін таңдаймыз. List, style, type, тип деп. Бірінші cycle, круглый, домалақ деп көреміз, сақтап, тексереміз. Ол міне өздеріңіз байқағандай өзгерді, белгі өзгерді. Енді біз оны басқашаға өзгертеміз. Тағы бір түрін көрсетеміз. Query деген. Сақтап тексереміз. Байқағаныңыздай біздің белгіміз 4 бұрышты болды. Енді біз онда non деп жазсақ, ол мүлдем болмайды. Біздің белгіміз алынып кетті. Егер біз оны санмен белгілеу үшін decimal деп алсақ, тексереміз. Байқағаныңыздай 1, 2, 3, 4, 5 деп
жазылып тұр. Мұнда біз lower alpha деп алсақ, қазір сақтайық, тексерейік. Ол мұнда латын әріптерімен кіші әріппен белгіленді белгілеріміз. Енді онда біз upper деп, егер upper деп белгілесек, сақтап тексереміз. Ол үлкен әріппен берілді. Мұнда егер сіз өзіңіз білесіз, қай тілді алсаңыз, мен римский алфавитпен тексересіз. Роман сақтап тексереміз. Ол рим цифрлермен белгіленді. Егер біз мұнда lower деп жасақ, ол кіші әріптермен алынады. Сақтаймыз, тексереміз. Байқағаныңызда мұнда кіші әріп болды. Келесі қасиет list style image. Біз мұнда сурет қою үшін style image'ді пайдаланамыз. Ол үшін URL мұндағы кодымыз бізге сыртқы папкаларды ашуға мүмкіндік береді. Images деген біздің папкамыздан. Images папкасынан қай суретті алатынын көреміз. Мұнда үшін сурет алайық, ол JPG мен белгіленген. Images 3 сақтап тексереміз енді. Байқағаныңызда мұнда біздің суретіміз қойылды. Тағы бір қасиет list style position деген бар. List style position. Оның екі мағынасы бар. Inside, outside деген. Inside сізге жазып көрсетейін. Inside. Оны сақтап тексереміз. Inside сіздер әзірге ешқандай өзгеріс байқамадыңыздар. Бізге өзгеріс байқау үшін шекара енгізу керек. Border деп жазып, border solid. Қазір мен бәрін жазып алайын, сосын сіздер байқайсыздар. Block size 7 pixel. Және де border color түсін. Border color біз ақ деп алайық. Байқағанымыздай біздің тізіміз шекаралармен қоршалды. Inside деген біздің суретіміз ішінде тұр. Егер біз outside деп жазсақ, сіз байқайсыздар, outside. Сақтап тексереміз қайта. Байқағанымыздай сурет біздің қойылған шекарамыздың сыртында тұр. Мен өзіме inside ыңғайлы, сол inside деп жазып сақтаймын. Сіздерге тағы бір мысал көрсетейін. Егер біз мұнда тағы styles жалған селектор құрамыз. Styleсын жалған селекторын styles hover деген оның ішіне background сіздер мен бәрін жазып алайын, сосын байқайсыздар. Түсін қара деп алайын. Сақтап тексереміз. Байқағаныңызда, егер мен мұнда мышканы алып барып қойғанда, ол қара түсті болып жанып тұр.
егер мында ақ түс қойсаңыз да болады. Ақтап тексереміз. Көрдіңіздер ма? Егер біз ақ түс қойсақ, біздің тізіміміз шрифті ақ түс болғандықтан өзгеріп кетеді, сондықтан қара тұра берсін. Ақтап тексереміз. Ол қара түс болды. Бүгінгі айтайын деген сіздерге сабағым осы. Келесі сабақта біз менюдің көлденең меню туралы айтамын. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.